Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ұйғырдың пирамида нанын бірге дайындайтын боламыз. Бұл нанның тандыр нанынан ешқандай да айырмашылығы болмайды және де ұзақ уақыт жұп-жұмсақ болып сақталады. Кез келген дастарханның көркін, сәнін кіргізеді деген ойдамын. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 500 мл ыстық қайнаған су, 250 грамм сары май, не болмаса маргарин қажет болады. Маргарин ерігенше жақсылап араластырамыз. Судың температурасы кішкене түсуі қажет. Бір ас қасық қант, жарты ас қасықта тұз, жарты шай қасықта қамыр қопсытқыш және де 250 мл айранды салып, барлығын араластырамыз. Одан соң 10 грамм ашытқымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Дайын сұйықтығымызға 1 келі 300 грамм ұнымызды салып, қамыр илеп бастаймыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай қамыр дайындауымыз қажет. Егер дайындап жатқан қамырымыз кішкене сұйықтау болатын болса, қолымызға жабысатын болса, аз ғана ұн сеуіп жіберуімізге болады. Бірақ ұнды көп салуымызға болмайды. Өйткені біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырды салафанға, не болмаса пищевой пленкаға орап, жылы жерге 1 сағатқа ашып дайын болғанша қалдыратын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Ұнның көмегіне жүгінбейміз. Сондықтан сұйық майымызды қолымызға жаға отырып, 7 бөлікке бөлеміз. Ол үшін бізге ас үй таразысы қажет болады. Бірінші қамырымызды 600, 500, 400, 300, 200, 100 және де 50 граммдарға бөліп, зуала жасап, бетін пакетпен жауып, кішкене тынғанша қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды листке орналастырып, формасын келтіреміз. Шет-шеттеріне осындай саусақтарымыздың көмегімен узор беріп шығамыз. Және де жұмыртқамызды жағып, үстінен қара тмин және де седана сеуіп әрлейтін боламыз. Шет-шеттерін осылай жақсылап саусағымыздың көмегімен узор беріп шығамыз. Пісіп жатқан кезде узорларымыз көрінбей қалмауы керек. Жақсылап осылай шымшып шығамыз, орталарын жаямыз және де ортасына узор беріп, жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған 200 градустық пеште қызарып, пісіп, дайын болғанша отта қалдырамыз. Барлық нандарымызды осылай дайындап, үстіне қара тминді сеуіп, духовкаға жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай, піспеген кезінде де өте әдемі, аппетитный болады. Мінекей біздің нандарымыз дайын. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, кез келген дастарханның сәнін кіргізеді деген ойдамын. Сіздерге ұнаған болса лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, туысқандарыңызды қуантыңыздар және де достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер.